Сәлеметсіңдер ме? Екінші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен кеме құрастырамын». Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Я построю корабль». Ең алдымен балалар, жаңа сөздермен танысып, оларды жаттап алайық. Для начала познакомимся с новыми словами и выучим их. Не істейсің. Что будешь делать? Кеме. Корабль. Қайық. Лодка. Құрастыру. Строить. Бояу. Красить. Тағы бір қайталайық. Не істейсің? Кеме. Қайық. Құрастыру. Бояу. Не істейсің – это вопрос глагола в будущем времени. Что будешь делать? Ал енді мәтінді оқып аударайық. А теперь прочитаем текст и переведем. Мен қайық жасаймын. Қайықты бояймын. Әнел үй құрастырады. Әлібек пен Анна кеме құрастырады. Я сделаю лодку. Я покрашу лодку. Анель будет строить дом. Алибек и Анна построят корабль. Ал енді балалар, пайда болған суреттерге қарап, ол не істейді деген сұраққа жауап берейік. Ребята, сейчас появятся картинки, и мы по картинкам должны ответить на вопрос, что он будет делать. Это Алибек. Что он будет делать? Он будет строить корабль. Бұл Әлібек. Ол не істейді? Ол кеме құрастырады. Это Саша. Он будет красить лодку. Бұл Саша. Ол қайықты бояйды. Это Анна. Она будет красить солнце. Бұл Анна. Ол күнді бояйды. Это Әсет. Он будет рисовать цветок. Бұл Әсет. Ол гүлдің суретін салады. Это Әнел. Она идет в бассейн. Бұл Әнел. Ол бассейнге барады. Ал енді балалар, көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып оқиық. Сейчас мы должны, вставляя ключевые слова на свои места, составить полные предложения. Ключевые слова, қажетті сөздер: бояйды, покрасит, атом, мое имя, үй, дом, әдемі, красивый, кеме, корабль. Первое предложение. Бірінші сөйлем. Здесь не хватает одного слова. Менің, мое. Әлібек – это имя. Значит, у нас не хватает слова атом. Прочитаем полное предложение. Менің атом Әлібек. Следующее. Мен – это я. Құрастырамын, построю. А построю я корабль. Значит, здесь не хватает слова кеме. Мен кеме
құрастырамын. Третье предложение. Менің кемем, мой корабль. Не хватает здесь слова красивый. Красивый на казахском әдемі. Менің кемем әдемі. Анель, это Анель, құрастырады, построит. Она построит дом. Дом на казахском үй. Анель үй құрастырады. И последнее. Саша үйді. Что будет делать Саша с домом? Он будет его красить. Саша үйді бояйды. Прочитаем еще раз с самого начала. Менің атым Әлібек. Мен кеме құрастырамын. Менің кемем әдемі. Әнел үй құрастырады. Саша үйді бояйды. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, бағандағы сөздерді сәйкестендіріп сөйлем құрайық. Ребята, в этом задании мы должны составить предложение, соединяя слова со столбцов. И здесь у нас есть первый пример. Я построю корабль. Мен кеме құрастырамын. Следующее. Саша нарисовал картинку. Саша сурет салды. Он построил дом. Ол үй құрастырды. Анна покрасит картинку. Анна суретті бояйды. Его корабль большой. Оның кемесі үлкен. Ты покрасишь дерево. Сен ағашты бояйсың. Жақсы, балалар. Тағы бір басынан бастап оқып шығайық. Мен кеме құрастырамын. Саша сурет салды. Ол үй құрастырды. Анна суретті бояйды. Оның кемесі үлкен. Сен ағашты бояйсың. Жақсы, балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.